Кітаптан қарап түс жоруға болмайды. Ибн Сириннің кітабын сатып алып, сол түсті содан көре берсе бола ма десем, ол кісі қарқылдап күлгендігі бар. Бұл бір ертек кітап қой деп. Біріншіден, сіз сеніп, жорып, қарап жүрген кітабыңыз Ибн Сирин бұл ешқашан кітап жазбаған тұлға екенін біліңіз. Ибн Сирин деген кім? Абу Бәкір Мұхаммед ибн Сирин 653-729 жылдар, яғни табиғиндерден болған фиқ, хадис саласында еңбегі зор ғалымдардан. Бұл кісінің аты түс жоруда жиі қолданылған менен негізгі еңбектері бұл фиқта, фиқ ханафи мазхабында үкімдерге араласқан және де хадис жеткізудегі риуаяттардың санасында болған, яғни санатында болған ғалымдардан. Мұхаммед ибн Сирин Ирак Басра қаласындағы көрнекті ұстаздардан, оның түс жоруларының барлығы да дұрыс, дегенмен де ол кісі кітап жазбаған, соны назарға алайық. Енді біз айтатынымыз, Мұхаммед ибн Сирин жақсы түс жорыпты, бірақ біздің қолданыстағы кітаптар, мына қазақша нұсқасы шыққан, арабшада жазылған бұл кітаптар кімдікі? Ибн Захаби айтпақшы, Ибн Сирин өте керемет түс жорушы, дегенмен біздегі кітаптардың барлығы ол кісіге тиесілі емес деп айтып кетеді. Ал енді Ибн Сириннің атымен жеткен бұл кітапты кім жазды дейтін болсақ, бұл Ибн Құтайба деген ғалым, бұл да ирактық, бірақ 4-ші ғасырларға, яғни 8-ші жылдары өмір сүрген ғалым. Бұл кісі де Ибн Құтайба да өкінішке орай түс жорымаған. Бұл кісінің негізгі шаруашы жаңағы әдебиет, тарих, тілмәштік саласында көптеген еңбек еткен. Түс жоруға қызыққан себепті Құрандағы түс жорулар, хадистен жеткен түс жорулар, Ибн Сириннің түс жору, имам Шафиғи, имам Маликтің түс жоруларын, яғни қалай түс жорған ауызекі тілге өзінің заманына дейін жеткен жоруларды талдап, символикасын түсіндіріп, кітап жазып кеткен. Ол кісінің кітабы жаңағы Бағдар Руқия кітабы. Бұл кітап жаңағы айтып кеткенде Ибн Сириннің өзі жазбаған, көзі тірі кезінде емес, оның өмірден өткеннен кейін осы Ибн Құтайба жазып қалдырған. Сондықтан да біздегі екі факті түс жоруға болмайтын кітаптан қарап. Бірінші мәселе, бұл Ибн Сириннің түс жору, исламдағы түс жорудың имамы деп айтылады. Ибн Сирин түс жормағаны, екінші Ибн Құтайбаның көшірме кітабы, бұл кісі өзі түс жормаған. Ал үшінші себеп, біздегі кітаптан неге қарап түс жоруға болмайды? Бірінші мәселе, Ибн Сирин өзінің қоғамының ахуалын түсіне білген тақуа. Бұл кісінің тақуалығы да ауызекі тілмен өте керемет жеткен тұлға. Яғни ол кісі өзінің өмір сүріп жатқан қоғамының хал ахуалын білген. Сол себепті де ол жаңағы дәстүрлі араб кітаптарында сіз қарасаңыз, көбінесе қалай келеді? Ұлты араб емес кісіні түсінде көрсең, ұлты араб түсінде көрсең, ер адамды түсінде көрсең, егер ер адам түсінде екі қабат болып қалса деген мәселе келеді. Неге? Өйткені ол замандарда әйел адамдар көпшілігі үйде отыратын, әйел адамға ер адамға басымдық көп берілетін, сондықтан да мысалдардың барлығы ер адамға көбірек келтірілген. Біздің әйел еркек араласқан қоғамда өзіңіздің жан дүниеңізге сәйкес келетін түсті бұл кітаптан таба қойыңыз, екі талай. Бірінші мәселе. Екінші мәселе символика мәселесі. Жаңа біз айттық, Ибн Сирин бұл жерде қоғамын түсіне білді, сондықтан да дәл жори алды. Ендігі мәселе символикада. Кітаптағы көбінесе біз арабтың кітабымен түс жорып жүргендер, Ибн Сирин деп алып. Кітаптағы символикалар көп жағдайда біздің қоғамға келмейді. Бірінші мәселе көлік. Мысалы, ол заманда жылқы мініс көлігі болып саналатын. Сол кезде жаңағы, егер түсіңде жылқы көрсең, бұл мініс көлігі болған себепті бәленше деп жорылады. Ал енді оны сіз қазіргі заманда адам жылқы көріп жатса, оны қалай жориды? Себебі біздің заманымызда өзіміздің көлігіміз бар. Біздің қазіргі қоғамда адамдар жылқыны да көреді, көлікті де көреді, әртүрлі жаңағы жеңіл көлік, ауыр көлік, қоғамдық көлік деген сияқты көріп жатады. Сондықтан да бұл жерде қарама-қайшылық болуы мүмкін. Яғни символика жағынан жылқы бұл көлік бола алмайды. Себебі біз мына көлікті көрушіміз. Осы мәселе. Түс жору бұл сұхбат арқылы болады. Яғни ол кез келген түс жорушы. Мен болсын, басқасын кез келген түс жорушы түс жоруды сұхбат арқылы қояды. Бұл түс жорудағы шарт нәрсе. Неге? Өйткені түс жору көріпкелдік емес. Егер сіз ешқандай сұрақ қоймасаңыз, түсін айтқан адамға, демек сіз
көріпкелдікпен айналысып кеткен боласыз. Пайғамбар алейхисаламның өзі талай түс көріп жатқан кезінде сұхбат жаңағы сұрақтарды қоя білген. Сондықтан да егер кітаптан түс көретін болсаңыз, сіз сұрақ қоятын кезде көп уақыт аласыз, бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіз ол адамның тура көңілін қанағаттандыратын кітаптан таппайсыз. Неге? Негізінде адам ол түс көрген кезде жан-жақты келеді адам. Сағат нешеде ұйықтады, жасы нешеде, бойдақ па, қанша бала шағасы бар, ажырасқан ба, қаржылық жағдаймен қиналып жүр ма, жұмыс таппай қиналып жүр ма. Қазір мысалы шетелге кетушілерге көп жаңағы рұқсат қағазын аламай жатыр ма деген сияқты мәселемен келетін адамға сіз ана бәләнбай ғасыр бұрын жазып кеткен кітапты бүйтіп ақтарып отырғанда, сіз оның 5 мәселемен келген адамның 100%-ық 5 мәселесімен кітаптан жаңа жоруды таба алмайсыз. Осындай мәселелер бар түс жоруда. Сондықтан да кітаптан қарап түс жору бұл өте қатты машақатты талап етеді. Ендігі мәселе ендеше не үшін кітап керек? Неге кітап жазамыз деген мәселе. Кітап деген нәрсе ол заманда қазіргі ақпаратты құрал болған. Дәл қазір біз мысалы барлық әлеуметтік желілерді пайдаланып жатырмыз ғой. Instagram, TikTok сияқты. Ол заманда газет, осындай кітап деген нәрселер бұл ақпаратты жеткізу, жарнама, маркетинг саласы болған. Сол себепті де кітап жазу керек. Бірақ кітап жазу бұл ақпарат ретінде. Яғни ислам түс көру осылай. Себеп түс көрулер бөлінеді. Дәстүрлі түс көру, ислами түс көру, жаңағы тенгерес түс көру деген сияқты ол бөлінеді адам көзқарасына сәйкес. Сол себепті ислами түс көру осындай деген ақидамен байланыстыру мақсатында кітапты оқу керек, кітапты жазу керек. Бірақ одан ешқашан кітап жазу жаңағы жоруға болмайды. Ибн Сириннің жаңағы имам, түс көрудің имам саналатын имамның бұл мәселеде кітап жазбағының басты себебі әрбір дәуірдің өзінің жорушысы, өзінің жору стилі болатындығында болса керек. Сондықтан түс көріңіздер, оны жақсылыққа жорыңыздар.